Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фастфудтың зияны, екінші сабағы. Сабақтың мақсаты күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Қалай ойлайсыздар балалар? Фастфуд тағамдарына қандай тағамдар жатады? Қанекей? Фастфуд тағамдары адам ағзасына пайдалы ма? Иә, дұрыс айтасыздар балалар. Жауаптарыңыздың барлығы дұрыс. Өздеріңіз көріп отырған суреттегінің барлығы жаңағы фастфуд тағамдарына жатады екен. Бұл тағамдардың адам ағзасына пайдалы ма дейді? Жоқ, керісінше бұл тағамдардың жылдам, дәмді болуы өз алдына ең басты кемшілігі бұл адам ағзасына өте зиян екен. Тіпті бұл тағамды тұрақты түрде пайдаланған кезде иммунитеттің төмендеуі мүмкін екен, түрлі ауруларға шалдығуымыз мүмкін. Тіпті бұл жылдам тамақты көп жейтін балалар тері ауруларына, астма ауруларына және семіздікке алып келеді екен. Жалпы ақш халқының 60% семіздіктен зардап шегуде екен. Бұған кінәлі әрине фастфуд өнімдері. Ал біздің елде бұндай қайғылы көрініс әлі орын алмады. Бірақ болашақта егер біз өзіміздің денсаулығымызды ойламайтын болсақ, үй тағамдарын жемейтін болсақ, біз де сондай күй кешеді екенбіз. Сондықтан барлығымыз дұрыс тамақтанайық. Ал енді балалар, дәптерімізді ашайық, жазылым тапсырмасын орындайық. 5-ші тапсырма. 3 қатардағы сөздерді пайдаланып, сөйлем құра. Мысалы, дұрыс тамақтану қажет. Ал біраз уақыт берейік, қалған сөздерді дәптерімізге жазып, сөйлем құрайық. Ал жақсы балалар, мен бұл жерде қосу белгісін бірыңғай түстермен 3 қатарда да белгілеп қойдым. Себебі сол сөздерді біріктірсек, тіркестірсек, дұрыс сөйлем шығады екен. Қанекей тексерейік. Тез бұзылатын тағамдар. Асқазан ауруы көбейді. Газдалған сусындар зиян. Денсаулыққа зиян болады. Тағамның сапасы төмен. Дұрыс тамақтану қажет. Жартылай дайын өнімдер. Сақталу мерзімі өткен. Қанекей балалар, дұрыс құрадыңыздар ма? Тексеріңіздер. Қанекей балалар, келесі орындайтын тапсырмамыз айтылым тапсырмасы, яғни 6-шы тапсырма. Фастфуд тағамдары тіркесіне кластер жаса. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Сөйлем құрамында мезгіл және мекен істеулері болуы тиіс. Қанекей 7 минут уақыт беріледі. Келесі орындалатын тапсырмамыз балалар, айтылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Суреттегі 2 баланың, яғни Асан мен Саматтың, қайсысы гамбургерді жиі жейді, қайсысы тек табиғи өнім жейді? Өз пікіріңізді дәлелдеңіз. Ал балалар, сабағымызда өз мәресіне жетті. Мына сұраққа жауап берейік. Бүгін не білдім? Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Үйге тапсырма. 8-ші тапсырманы аламыз балалар. Бұл жерде жағдаят. Досың екеуің гамбургер сататын дүкеннің жанында тұрсыңдар. Досың гамбургер жейік деп ұсыныс айтты. Сен гамбургердің жалпы фастфуд тағамдарының адамға зиян екенін түсіндір. Және дәптеріңізге жазыңыз. Сау болыңыздар балалар. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.